Ассалаумағалейкум. Бельгияға да дайындалғанда Фарерді ойлап отырдық. Енді бүгін міне келіп отырмыз. Қазір тренировкамызды жасаймыз да, демаламыз да, ертең ойынға ойлап отырмыз, дайын боламыз деп. Оның алдында видео айтып отырдық қой, ротация болады, не болады деп. Бірақ енді мына Фарер командасында біліп отырмыз. Ақырғы үш ойынды жақсы көрсеткен. Черногорияда ұтты, Чехияны ұтты, қазір міне Хорватиямен 3-1 жеңіліп қалды, бірақ бірінші тайм 1-1 болды, жақсы ойын көрсетті. Енді бізде ең максимальный мақсат қойып отырмыз, сондай дайындық болып отыр. Әрине жеңіске ойнаймыз. Тағы да бір рет айтып кетейін, сол стабильность игровой дисциплинаны соны түгел ұстап отыру керек. Стабильность игровой дисциплина болса, әрине результат та келеді. Ол результат бізге әрине енді жігіттерге де, бізге де уверенность беріп отырады. Тренировочный процесс дайындағанда, план түгелін дайындағанда керек болады. Жігіттер де түгелін түсініп отыр. Біздің ойымызша енді түгел дұрыс болу керек.